Hello everyone, how are you today? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің тақырып future simple туралы болады. Future simple дегеніміз келер шақ. Естеріңізде болса, алдыңғы сабақтарда біз present simple осы шақ, одан кейін past simple өткен шақ туралы өткен болатынбыз. Ал бүгін future simple туралы айтайықшы. Future simple келер шақ. Келер шақта сұрақ қою үшін бірінші орынға will деген көмекші етістікті қоямыз. Одан кейін зат есім I, одан кейін етістік play. Сонымен, will I play? Қалай аударамыз? Мен ойнайтын боламын ба? Я буду играть. Яғни естеріңізде болсын. Келер шақ болған соң, енді болайын деп жатқан нәрсе туралы айтылады. Мен ойнаймын ба? Will I play? Дәл осылай ары қарай кете береді. Сен ойнайсың ба? Ты будешь играть? Will you play? Біз ойнаймыз ба? Will we play? Олар ойнайды ма? Will she play? Ол ойнайды ма? Олар туралы айтқан кезде she емес, кешірім сұраймын. They, олар ойнайды ма? Одан кейін барып, will he play? Ол бала болса ер адам, немесе қыз бала болса, қалай болады? Yeah, will she play? Яғни бұл келер шақтағы сұраулы сөйлем жасалу жолы. Болымсыз сөйлем жасай салайын, себебі осы жерде willға not жалғанады. Соны біліп отырыңыздар. I will not play. Мен ойнамаймын, я не буду играть. You will not play. Ты не будешь играть, яғни сен ойнамайсың. You will not play. Яғни орысша араластырып жатырғаным, кішкене түсініктірек болсын дегенім. We will not play. Біз ойнамаймыз. Олар ойнамайды. They will not play. Ол ойнамаса біз не дейміз? Yeah, he will not play. Және қыз бала немесе әйел адам болса, she will not play болды. Окей? Дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Енді болымды сөйлемде not қоймаймыз. I will play. Я буду играть. Мен ойнаймын. Сен ойнайсың. You will play. Біз ойнаймыз. We will play. Мы будем играть орысша, иә? Олар ойнайды. They will not play. Will not емес. Will play, yes? Окей. Келесі. He will play. Он будет играть. Play'дің орнына кез келген етістікті қоя бересіздер ғой. She will play. Окей. Мінекей. Яғни орындарын ауыстырып қойсақ болады. Яғни бірінші сұраулы, одан кейін болымды және болымсыз сөйлем жасап қойдық. Осыны дәптерлеріңізге жазып алыңыздар және play'дің орнына басқа етістіктерді қойып күнде азанда түсте кешке жаттығып тұрсаңыздар тез үйреніп кететін боласыздар. Осымен біздің келер шақтағы жаңа тақырыбымыз аяқталды. Яғни келер шақта сіздер сұрақ қоя аласыздар. Бұдан кейін оған болымды және болымсыз сөйлемдерді жасап үйрендіңіздер. Алдағы сабақтарда мен тағы да пайдалы ережелерімді сіздерге түсіндіретін боламын. Егер бұл видео сіздерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, лайктарыңызды басып, каналыма тіркеліп, жақсы пікірлеріңіз болса, жазып кетсеңіздер, мен ары қарай сабақ беруіме өте қызықтыратын боласыздар. Жарайды, егер сабақ ұнаса, мен сіздерден жақсы пікір күтем және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осымен біздің келер шақтағы сұраулы болымды болымсыз сөйлемдеріміз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Goodbye. See you next lesson.